Бұл біздің Алматы мемлекеттік бизнес колледжі. Тарихы тереңнен басталатын оқу орнында тәжірибесі мол білікті ұстаздар еңбек етеді. Біздің ұстаздарымыз ұстаз Алматы қалалық жергілікті кәсіптік қоғамдық бірлестігінің мүшелігінде. Осы ақпаратты толықтай қамту үшін кадр бөлімінің басшылығына сұрақ қойып өтсек. Жанат Данышбаевна, біздің колледжде неше қызметкер еңбек етеді, және олар түгелдерлік кәсіподақ мүшелігінде ме? Бізде колледжімізде 132 штатты қызметкер бар. Оның 122-сі кәсіподақ ұйымның мүшесі. Әрбір кәсіподақ мүшесі өзінің мүшелік жарнасын төлеп отырады. Жаңадан келген қызметкерлерді өздерінің келісімдері бойынша мынадай бланканы толтыртамыз. Содан кейін тізім бойынша бухгалтерияға өткіземіз. Ай сайын бухгалтерия өзінің жарнасын ұстап отырады. Барлық 122 қызметкер біздің кәсіподақ мүшесінің 92%-ін құрайды. Жауабыңызға көп рахмет. Ай сайынғы жарналарды дұрыс бағыттау үшін кәсіподақ мүшелерінің қатысуымен жиналыс өтеді. Бухгалтериямен бірлесіп есеп-қисаптың дұрыс жолға қойылғаны бақыланады. Қажет болған жағдайда кәсіподақ мүшелеріне және олардың балаларына материалдық көмек көрсетіледі. Кәсіподақ жарнасымен ұйымдастырылған іс-шаралар реті: белсенді өмірді насихаттау, кәсіподақ бірлестігінің жаңа жылдық сый-сияпаттары, ардагер ұстаздарға құрмет, үлкенге құрмет, кішіге ізет, 8 наурыз мерекесі. Ұлыстың ұлы күні әз наурыз мейрамы. Ерекше мереке ұстаздар күнін ұлықтау. Айдинес бухгалтерия 2022 көшбасшы қалалық байқауы. Еңбек демалысының алдындағы таудағы демалыс. Жақсылық жасап жарысайық. Кәсіподақтың ақпараттық бұрышы. Бұл атқарылған іс-шаралар біздің колледжіміздің ұйымшылдығымен қатар ұстаз Алматы қалалық жергілікті кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігінің жұмысының дұрыс жолға қойылғандығын көрсетеді.